Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай керемет вареный сгущенка қосылған булочки дайындап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындаңыз. Ол үшін қажетті заттардың барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Алдымен аппараны дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтке ашытқыны және де 1 ас қасық қант және 4 ас қасық ұнды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң оны көтерілуге қоямыз. Оған дейін жұмыртқаға тұзды және де қантты және ерітілген сары май және қалауыңызша ванилин қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни ұннан басқа барлық ингредиенттерді қосып араластырып аламыз. Мінекей сұйық майды да қостым. Оған дейін міне апарамыз көтеріліп дайын тұр. Шамамен ол менде 10-15 минут бойы осылай болып көтерілді. Содан кейін жаңағы араласып тұрған жұмыртқалы массамызды апараға қосып, тағы да барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Содан кейін ұнды осылай електен өткізе отырып, сұйық массаға қосамыз және де жақсылап тұрып араластырып отырып, содан соң қолмен қамыр илеуіміз қажет. Достар, сіздерге өзімнің инстаграм парақшам туралы да айтқым келеді. Ұлжанай деп іздеп таба аласыз. Міндетті түрде жазылып алыңыз. Ол жақта да өте қызықты. Қамыр дайын болды. Осындай жұп-жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болып шығады. Енді оны табаға салып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа бетін жауып көтерілуге қалдырамыз. Оған дейін оның бетіне себетін ұнтағын, яғни штрезельді дайындаймыз. Ол үшін ұнға қант және де жұмсақ сары майды қосып, үшеуін осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей штрезель дайын. Қамыр да көтеріліп дайын болды. Ол менде осылай 1,5 сағат бойы көтерілді. Енді оны дастарханның үстіне немесе тақтайдың үстіне, яғни ыңғайлы жерге қойып, қамырды қазір бөлшектерге бөлеміз. Яғни оны кішкентай 12 осындай бөліктерге бөліп аламыз алдымен. Әрбір бөлшекті осылай дөңгелектеп отырып дайындап қоямыз және де оның бетін жабамыз. Шетінен бір-бірден ала отырып, оны жаюымыз қажет. Оны қолмен немесе осылай оқтаудың көмегімен де жайсаңыз болады. Қатты жұқа да, қалың да болмауы қажет. Осы видеода көрсетілгендей етсеңіз болады. Содан кейін оның ортасына вареный сгущенканы саламыз. Мен осындай Рогачевтың, яғни Беларусияда өндірілетін сапалы сгущенканы қолдануға кеңес беремін. Себебі, егер де сіз қарапайым сгущенканы алсаңыз, ол ағып кетеді. Яғни қазір осылай түйгеннен кейін, піскеннен кейін арзан сгущенка ол ағып сыртына шығып кетеді. Ал ол ақпас үшін, яғни ішінде барлығы толыққанды қалуы үшін сгущенканың сапалы болуы маңызды. Сол себепті оған аса мән беріп, жақсы вареный сгущенка қосуларыңызға кеңес беремін. Дәл солай мінекей барлық 12 бөлшекті дөңгелектеп, ішіне салып, осылай етіп дөңгелектеп алып, пергаментті қағаздың үстіне орналастырамыз. Содан соң оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де дайын тұрған біздің посыпкамыз, яғни штрезельді бетіне себеміз. 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут бойы пісіреміз. Булочки дайын болды, өте дәмді болып шықты, отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Видеом ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз, каналыма жазылып қойыңыз.